Баршаңызға сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге осындай үй жағдайында жасалатын балды тортының құрамымен бөлісемін, яғни медовый торт. Видеомды соңына дейін қараңыздар, менімен бірге болыңыздар. Рецепті, керек заттарды видеоның астына жазып кетемін, описаниеден оқысаңыздар болады. Ең алдымен ыдысымызға осылайынан май мен балымызды, қантымызды жақсылап араластырып ертіп аламыз. Еріген массаға бір ас қасық ас содасын саламыз. Ас содамыздың срок годынысы өтпеу керек, бұл ескертетін жағдай. Одан кейін жақсылап араластырған кезде 1-2 минут араластырамыз. Бізде осылайынан массамыз көбею керек. Одан кейін массамызды оттан аламыз. Одан кейін 2 жұмыртқа саламыз. 2 жұмыртқа салмас бұрын біздің массамыз ыстық болса, оны шамалы суытып аламыз. Жұмыртқамыз пісіп кетпеу керек. Одан кейін біртіндеп отырып жұмыртқамызды салып, әдемілеп, жақсылап видеодағыдай араластырамыз. Жұмыртқамызды араластырып болғасын, жаймендеп ұнымызды салып, жақсы тесті дайындаймыз. Ең алдымен венчикпен араластырамыз. Одан кейін қамырымыз шамалы қоюлана бастағанда қолымызбен осындай иілеп, кәдімгі қамыр жасаймыз. Біздің қамырымыз қолға жабыспау керек. Ол қамырымызды керек бөлшектерге бөлеміз. Мен 12 бөлшекке бөлдім. Одан кейін каждый бөлшекті осылайынан дөңгелетіп, формаға келтіріп алдым. Одан кейін пергамент қағазымыздың үстіне әдемілеп жұқалап жайып шығып, өзімізге керек формаға кесіп аламыз. Одан кейін вилканың көмегімен тесіп шығамыз да пешке 5-6 минутқа салып пісіріп аламыз әрқайсысын. Жанындағы керек бөлшектер, коржиктерді тастамаймыз, оларды әдемілеп ұнтақтап аламыз. Ол бізге оформлениеге керек болады. Менде осындай 12 жұқа коржик шықты. Ендігі кезекте креміне кірісеміз. Менде креміне сахарный пудра мен сметана екеуін жақсылап араластырып сұйық масса жасап аламыз. Ендігі кезекте коржиктарымызбен өстіп кремдерімізді бір-біртіндеп видеодағыдай жақсылап бір-біріне жағып шығамыз. Коржиктарыңыз если кеуіп қалса, уайымдамаңыздар, өйткені жаңағы кремді жаққаннан кейін олар бір-біріне сіңіп, яғни жұмсақ масса шығады. Осылайынан жаңағы қалған ұнтақтармен бетін әдемілеп әрлеп аламыз тортымызды. Одан кейін холодильникке 3-4 сағатқа немесе бір түнге қойсаңыз болады. Өйткені жаңағы жаққан креміміз әдемілеп арасына сіңу керек. Одан кейін өз қалауларыңызша әдемілеп оформление жасап ұсынсаңыздар болады. Мен бананмен және конфетпен осылайынан оформление жасадым. Медовый торт өте дәмді болып шықты. Мен сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Өкінбейсіздер, жасап көріңіздер. Сіздермен болған Гүлзада. Астарыңыз дәмді болсын. Қош сау болыңыздар.